Бүгінгі видеода біз 592 санын біз 7 санына көбейтіп көрейік. Яғни көп таңбалы санды бір таңбалы санға көбейту тәсілін қарастырамыз. Егер сіз ата-анаңыздан осы есеп туралы сұрап көрсеңіз, ол кісілер көпшілік пайдаланатын тәсіл бойынша шығарады. Яғни кеңінен таралған тәсіл бізде үлкенірек санды, яғни көп таңбалы 592 санын жоғарға, ал осы санның екі бірлігінің астына 7 санын жазып, көбейту таңбасын қою арқылы шығару әдісі. Ал енді 7 санын 592 санының әрбір разрядына көбейтеміз. Мысалы, егер мен 592 санындағы 2 бірлікті 7-ге көбейтсем, 14 бірлік шығады. Бірақ мен 14 бірлік деп көрсете алмаймын. Сол себепті 4 бірлікті жазып, 10 бірлікті бір ондық ретінде қарастырып, 9-дың үстіне қоямын. Яғни 14 саны бір ондық 4 бірлік, немесе керісінше 4 бірлік қосылған бір ондық деп те қарастырсақ болады. Ал енді 9 ондықты 7-ге көбейтсек, бізде 63 ондық шығады. Оған ойдағы бір ондықты қоссақ 64 ондық болады. Сол себепті біз тағы да 4 ондықты жазамыз, ал 60 ондықты 6 жүздік ретінде 5-тің үстіне қоямыз. Ал енді соңғы 5 жүздікті 7 санына көбейтсек, 35 жүздік шығады. Бұны ақ түспен қоршап қойын. 35 жүздік шығады, ал оған ойдағы 6 жүздікті қосатын болсақ, 41 жүздік шығады. Яғни бұл бізде 41-ді жазсақ, 592 санын 7 санына көбейткен кезде, яғни 592 санын 7 санына көбейткен кезде, бізде 4144 саны шығады. Ал енді осы есепті шығарудың екінші жолын қарастырайық. Ең алдымен біз тағы да 592 көбейтілген 7 деп жазып алайық. Енді 2 бірлікті 7 бірлікке көбейтсек, бізде 14 бірлік шығады. Оны 14 бірлік деп жазайық. 4 және 1. Ал енді осы санның астына 9 ондықты 7 санына көбейткендегі 63 ондықты жазсақ болады. Ал 63 ондық дегеніміз бізде бұл 630 санына тең. Сол үшін 14 санның астына біз 630 деп жазамыз. Ал енді келесі бізде 5 жүздікті 7-ге көбейтсек, бізде 35 жүздік шығады. Ал 35 жүздік дегеніміз өз кезегінде бұл 3500 санына тең. Ал енді осы сандардың барлығын қоссақ, 4 қосылған 0 қосылған 0 бізде 4-ке тең. 1 қосылған 3 қосылған 0 бізде ол да 4-ке тең. 6 қосылған 5 бізде бұл 11. Біз 1 деп жазамыз, 1-ін жазамыз, 1-і ойда. 3-ке ойдағы 1-ді қоссақ, бізде тағы да 4 шығады. Бұл жерге мен ақ түспен жазайын, 1 және 1-і ойда. Ал 3-ке 1-ді қоссақ, бізде 4 шығады. Сол кезде де жауап 4144 саны шықты. Яғни бірінші тәсілді қоршап қойық. Біз бірінші тәсілімізде біз шыққан сандарды разрядтарға жіктедік. Ал екінші тәсілде барлық сандарды жүйелі түрде бірінің астына бірін жазып қостық. Бірінші тәсілдің ерекшелігі бізде әрбір разрядына 7 санын көбейткен кезде оны дұрыс жүктей алуымыз. Мысалға бізде 2 бірлікті 7 санына көбейтсек 14 бірлік шықты, ал бұл дегеніміз енді бізде 4 бірлік қосылған 1 ондық деген мағынаны білдіреді. Ал екінші тәсілде жаңа жоғарыда айтып кеткеніміздей, бұларды жүйелі түрде есептеп алдық әр санды, одан кейін бір-біріне қосу арқылы бірдей жауапқа жеттік. Бірінші тәсіл бізде өте көп таралған, бұны ата-аналарыңызда осы тәсілмен шығаруы мүмкін. Бірақ маңыздысы осы екі тәсілдің бір екенін және оның мағынасын түсіну.